Халықаралық олимпиада жеңімпаздарына қандай мүмкіндіктер беріледі? Сенаторлар осы мәселеге қатысты заңды қарады. Каспий теңізіндегі отандық порттарды дамыту үшін не істеу керек? Сенаторлар бұл түйткілді депутаттық сауал арқылы көтерді. Жеке орман шаруашылығын жетілдіру үшін қай салаға басымдық берген жөн? Палата депутаттары осы мәселеге алаңдаушылық білдірді. Армысыз ардақты әлеумет, эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды түсіндіріп өтеміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Онда сенаторлар мәдениет, білім беру және тәлімгерлік мәселелер туралы заңды қарады. Сондай-ақ көлік логистика, орман шаруашылығы, мемлекеттік бақылау және тағы басқа өзекті мәселелерге қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Палата отырысында депутаттар мәдениет, білім беру және тәлімгерлік мәселелері туралы заңды қарап мақұлдады. Аталған заң арқылы тиісті заңнамаға жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған тәлімгерлік институтын реттеу үшін тәлімгерлік жөніндегі ұйым ұғымы енгізілді. Сондай-ақ тәлімгер болуға үміткер адамдардың тәлімгерлік бойынша оқытудан міндетті түрде өтуі белгіленеді және тәлімгерлік бойынша оқытуды ұйымдастыратын ұйымдардың құқықтары мен міндеттері айқындалады. Сонымен қатар заңда дарынды оқушыларды мемлекеттік қолдау және олардың ғылыми қызметін ынталандыру үшін халықаралық ғылыми байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне конкурстан тыс мемлекеттік білім гранттарын беру жөніндегі нормалар да бар. Қаралған заң тәлімгерлік институтының рөлін күшейтуді, сондай-ақ білім және мәдениет саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіруді көздейді. Заң арқылы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тәлімгер болуға ниетті адамдарды оқытатын арнайы ұйымдардың мәртебесі, құқықтары мен міндеттері бекітіледі. Түзетулердің бір топтамасы цифрлық ортада қазақ тілінің әлеуетін одан әрі арттыруға арналған ережелерді қамтиды. Сонымен қатар халықаралық олимпиадалар мен конкурстарда жеңіске жеткен дарынды оқушыларға болашақ бағдарламасы арқылы үздік шетелдік жоғары оқу орындарында білім алу мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар заңға қазақ тілінің сөздік қорына қолжетімділікті қамтамасыз ететін мемлекеттік ақпараттық жүйе ретінде қазақ тілінің ұлттық сөздік қорын құруды, қазақ тілінің барлық стильдері мен жанрларының мәтіндерін қамтитын ақпараттық анықтамалық жүйе ретінде қазақ тілінің ұлттық корпусын жасақтауды және қазақ тіліндегі мәтіндерді өңдеу, генерациялау және талдау үшін жасанды нейрондық желіге негізделген қазақ тілінің сөздік қорына қолжетімділікті қамтамасыз ететін ауқымды тіл моделін қалыптастыруды көздейтін нормалар енгізілген. Осы аптада Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің депутаттары қаржы министрлігі басшылығымен және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен көшпелі кездесу өткізді. Іс-шара барысында салық және кедендік ақпараттық жүйелердің жұмысы мен оларды цифрландыру ісін одан әрі жетілдіру мәселесі талқыланды. Кездесуді ашқан комитет төрағасы Сұлтанбек Мәкежанов мемлекеттік үдерістерге заманауи цифрлық тетіктерді енгізудің маңызы зор екенін атап өтті. Ол цифрландыру, салықтық және кедендік әкімшілендіру әдістерін өзгертумен қатар азаматтар мен бизнеске жеңілдіктер туғызатынын айтты. Сондай-ақ бұл қадам мемлекеттік институттарға деген сенімді арттырып, ашықтық пен тиімділікті қамтамасыз ететіні сөз болды. Біз енді осы жерде бүгінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерін шақырып отырмыз. Себебі біраз әсіресе мына сыртқы сауда-саттық байланысатын бизнес өкілдері сұрақтар көтеріп отыр. Оның ішінде мына өзіміздің шекара бекетінде кеден саласындағы кептелістер бір. Екінші мәселе информациялық жүйелері көп салада техникалық ахуалдар болып жатыр. Екі. Үшінші мәселе жаңағы электрондық құжаттардың толықтыру мәселесі. Оның ішінде техникалық қателіктер бар болғаннан кейін осы мәселе қарастырылып жатыр. Әрине ең ірі бірінші бүгін енді өзіміздің осы толық жүйелермен бәрін таныса отырып, ұлттық кәсіпкерлер палатасын айтып отқан проблема мәселе көтеріп отырып, нақты өзіміздің үкіметін бірлесе отырып
ұсыныстар енгізетін боламыз. Іс-шара барысында салықтық және кедендік ақпараттық жүйелерді дамытудың келешегі, олардың ықпалдастығы, рәсімдерді жеңілдету және үдерістердің ашықтығын қамтамасыз ету шаралары жан-жақты талқыланды. Сенаторлар айтылған ұсыныстардың бәрі заңнамалық қызметте ескерілетінін атап өтті. Соңғы жылдарда Қазақстанның көлік логистикалық әлеуетін іске асыруда Каспий теңізінің деңгейі төмендегені байқалып отыр. Бұл проблема порттардың жұмысын және олардың тиімділігіне кері әсерін тигізуде. Осы мәселеге назар аударған сенатор Сүйіндік Алдашев үкіметке депутаттық сауал жолдады. Депутаттың айтуынша Ақтау порты акваториясында теңіз түбін тереңдету жобасы теңіз инфрақұрылымын дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарына енгізілген. Осыған байланысты құны 42 миллиард теңгені құрайтын жобалық сметалық құжаттама дайындалып, сараптаманың оң қорытындысы алынған. Алайда құны 20 миллиард теңге құрайтын 2025 жылы басталуға тиіс жобаға қазіргі таңда қажетті қаражат қарастырылмағаны анықталып отыр. Қаржыландырудың болмауы еліміз үшін стратегиялық маңызы зор жобаны жүзеге асыруға кедергі келтіруі мүмкін. Жоғарыда айтылған мәселенің маңыздылығын ескере отырып, Ақтау порты акваториясы теңіз түбін тереңдету бірінші кезек жұмыстарын уақытында атқару мақсатында жобаны қаржыландыруға қаражат бөлуге ықпал етуіңізді сұраймыз. Бұл өз кезегінде еліміздің көлік логистикалық әлеуетін арттыру бағытында зор мүмкіншіліктер береді деген сенімдеміз. Елде орман қорын мемлекеттік деңгейде қалпына келтіру үшін қолға алынған шаралар жеткіліксіз. Осылай деген сенатор Амангелді Толамисов жеке орман шаруашылықтарын қолдау керектігін айтып, депутаттық сауал арқылы нақты қадамдар ұсынды. Палата депутаты жеке орман шаруашылығы орман алқаптарын ұлғайтуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған маңызды элемент бола алатынын тілге тиек етті. Сондай-ақ ол бұл сектор еліміздің экологиялық дамуына және ресурстарды қалпына келтіруге салынған қомақты инвестиция екенінде атап өтті. Алайда Қазақстанда жеке орман шаруашылығы бірқатар мәселелерге тап болып отыр. Осыған байланысты сенатор жүйелі кедергілерді жоюға арналған шараларға тоқталды. Жеке орман шаруашылығы мемлекеттік деңгейде қолдау тетіктерін әзірлеп, ұлттық бағдарламалар аясында жеке орман иелеріне көмек көрсетуді сұраймыз. Осы мақсатта үкіметке жеке орман шаруашылығын дамыту бойынша кешенді жол картасын әзірлеуді тапсыруды ұсынамыз. Жол картасы әкімшілік кедергілерді жоюды, субсидиялар, салық жеңілдіктері және экожүйелік қызметтер үшін өтемақыларды қамтитын ынталандыру жүйесін енгізуді көздесе. Бұл Қазақстанға 2030 жылға дейін орман алқаптарын 14,5 миллион гектарға дейін ұлғайту, климаттық өзгерістерге қарсы тұру және табиғатты тұрақты пайдалану мақсаттарына қол жеткізуге көмектеседі. Көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Биыл отандық ғылымның, білім мен мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосқан көрнекті ғалым Евней Бөкетовтың туғанына 100 жыл толады. Осыған орай сенатор Алтынбек Нұхолы ғалымның мерейтойын жоғары деңгейде ұйымдастыруға қатысты депутаттық сауал жолдап, бұл шара еліміздің ғылым мен рухани өмірі үшін аса маңызды екенін атап өтті. Евней Бөкетов әлемдік деңгейдегі химия металлургия мектебінің негізін қалауға зор үлес қосты. Елімізде осы салада білікті кадр даярлау деңгейін көтеріп, әдебиетте бай мұра қалдырды. Алтынбек Нұхолының айтуынша, ғалымның еңбегін мемлекеттік деңгейде дәріптеудің берері мол. Сондықтан тұлғаның мерейтойы аясында оның еңбегі мен ғибратты ғұмырын насихаттайтын игі бастамаларды қолға алған жөн. Аса көрнекті ғалым жазушының тұлғасын айшықтау үшін Астана, Алматы, Түркістан және Балқаш қалаларында көшелерге есімі беріліп, еңбек сіңген Балқаш қаласы мен туған жері Петропавлда еңселі ескерткішін тұрғызу. Мәдениет және ақпарат министрлігі Бөкетовтың еліміздің қалаларының театрларында қойылған драматургиялық пьесаларын қайта жаңғырту және заңғар ғалым жазушы туралы деректі фильмді түсіру, баспасөз беттерінде кеңінен насихаттау жұмыстарын жүргізіп, телевизиялық және радио бағдарламалар шығарылымын ұйымдастыру. Ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық ғылым академиялары мен жоғары оқу орындарына ғұламаның мұрасын кеңінен насихаттау мақсатында халықаралық конференциялар мен дөңгелек үстелдер өткізу жоспарын қабылдап бекіту. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Ал осымен Сенат сөз бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.